баршаңызды келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Шуақты көктем отбасыларыңызға қуаныш, бақ-береке, жылу әкелсін. Адам бойындағы барлық қасиеттер ананың ақ сүтімен жаралған деп ұлы Абай ананың бала тәрбиесіндегі рөлін, оның отбасындағы маңызды орнын ерекше айтқан. Жаңа Қазақстанға жаңа ұрпақты, патриотты дайындау, саналы, білімді, білікті балаларды тәрбиелеу біздің міндетіміз. Я сама врач-стоматолог районной больницы. За плечами имею более 30 лет трудового стажа. Основателем нашей врачебной семейной династии стал мой отец. Общий стаж династии врачей нашей семьи Махамбетовых составляет свыше 120 лет. Наша область по праву считается одной из передовых в сфере образования в нашей стране. Последние 25 лет областная сборная школьников является лучшей по предметной олимпиаде в стране. В регионе продолжается реализация ежегодной единственной в республике молодежной премии Ертіс дарыны. Балаларымыз үшін ананың балаға деген ілтипаты, анаға деген құрметі, күш қайраты жұмсайтын орасан зор ғой, шексіз. Жастайынан алған білім тұлғалық дамуымыз, ал еңбек тәртіп пен тәрбиенің кепілі. Шығыс кенішінде әулетіміздің өтілі 200 жылды құрайды. Хочу пожелать крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, мереке құтты болсын.